Сәлем достар, бүгінгі тақырып неге әйелдер тиран еркектермен түк болмағандай өмір сүре береді, немесе стокгольмский синдром дегеніміз не? Стокгольмский синдром дегеніміз не? Бұл 1970 жылы Стокгольм қаласында түрмеден қашып шыққан қылмыскер банкті тонамақшы болады да 4 адамды өзіне кепілдікке алады. Полициялардың көмегімен әлгі 4 адамды босатып, қылмыскерді қайтадан түрмеге отырғызады. Сол кезде жаңа кепілдікте болған 4 адам өзінің кепілдікке алған қылмыскерді ақтап алмақшы болады. Бұның себебі не деп ойлайтын болсаңыз, адамдар, көбінесе жертва состояниясындағы адамдар кез келген оқиғада өздерін кінәлі санайды. Сонда олар өздерінің кінәлі сезініп, жаңағы адамды біздің кесірімізден түрмеге отырды деп өздерін кінәлай бастаған. Бұл көбінесе біздің отбасылық өмірлерде де көп кездеседі. Мысалға, әйелдер өзіне зорлық-зомбылық көрсеткен адамды керісінше бұл ситуацияда әрдайым өзін кінәлі сезінеді. Бұл әйелдер көбінесе жертва состояниясындағы адамдар. Олар кез келген ситуацияда бұл менің кесірімнен болды, бұған мен кінәлімін деп ешқашан өзіне зәбір көрсеткен агрессорды кінәлі санамайды. Самооценканы всегда жоғары көтеру керек. Ешқашанда әйелдер өздерін кінәлі санамауы керек.